Барлықтарыңызға қайырлы күн. Біз бүгін сіздермен қалай 20 минутта өте тез теріні, қол терісін жасартуға арналған маска жайлы бөлісетін боламын. Бізге керек бар болғаны 4 түрлі нәрсе керек болады. Гель для душа, пищевой сода, оливковое масло және картоп крахмалы. Біз сіздермен бірінші тереңірек тазалаудың құпиясымен бөлісемін. Тазалап болған соң, біз сіздермен нәрлендіретін майда әжімдермен, қолдағы майда әжімдермен тегістейтін, ылғалдандыратын сондай бір күшті маскамен бөлісетін боламын. Бар болғаны 4 ингредиенттен тұрады. Ғажайып маска. Бұл майды не үшін себепті алдым? Өйткені бұл майда май құрамында өте бай компоненттер бар. Сондықтан осыны алдым. Егер де сіздің үйіңізде оливковое масло болмаса, немесе орнына сливочное масло болады кәдімгі, немесе топленое масло. Ыстық суымызда қайнатуымыз керек болады. Ыстық қайнап тұрған. Ал енді оливковое масло сұйық май қолданатын болсаңыз, жылы үй температурасындағы сумен алсақ болады. Ал егер де сіздің үйіңізде картоп крахмалы болмаса, орнына жүгері крахмалы да алсаңыз болады. Үйімізде қандай ингредиент бар, соны қоссақ болады. Егер де дайын скраб болмаған болса үйіңізде, бұл пищевой содамен скраб жасап алсақ болады. Сиқырлы сәтімізді пайдаланып, күтімсіз қолдарымыз, кутикулдарымыз, теріміз құрғап, салбырап, жас мінген сайын салбырап, бұл күтімі кете бастайды. Майда әжімдер пайда бола бастайды. Және терімізде майда дақтар пайда болады. Міне өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай. Сондықтан осымен күресетін боламыз қазір. Егер де осы жасыңызда сіз бұл дақтарды кетірмесеңіз, сәйкесінше түссіздік пайда болады. Жасыңыз ұлғайған сайын онымен күресу қиынға соғады. Мен өзімнің жасымда жиі күрескендіктен біркелкі тері болып жұмсарып, теріміз жас секілді болып, тері жаңарып, ылғалданып жасарады. Біз біріншіден неден бастаймыз? Тазалаудан әрине. Яғни біз сіздермен тереңірек тазалау жүргіземіз. Яғни мүмкіндігінше жаз айларында пайда болған қара дақтармен жұмыс жасайтын боламыз. Оған гель для душамызды араластырамыз. Мейлінше көпіру керек. Бұның орнына гель для душа болмаса, сұйық сабын да жарай береді. Ең бастысы көпіріп, қоспа осындай қоспа дайын болу керек. Соны жақсылап тереңірек отырып жағамыз. Бұны үйкеу арқылы жағамыз. Мінекей скрабымызды жуып алдық. Үй жағдайындағы жасаған скрабымызды практикалық жағдайда жасағандықтан мінекей тазарып, тері жұмсарып, ұсақ түйек майда дақтар уже кеткен. Біз сіздермен енді ары қарай не істейміз? Бірінші картоп крахмалымызды бір ас қасық салып аламыз. Оған олив майымызды қосамыз. Кеселеобразный болу керек. Араластырғанда кеселеобразный болу керек. Оған суымызды араластырамыз. Жылы үй температурасындағы тұрған жылы суымызды.
өте сұйық болмау керек, киселеобразный болу керек, болуы тиіс. Бұны мұқият түйіршігінен жазып араластырамыз. Каша секілді кішкене қоюланғанша. Бізде мінекей мынандай смесь пайда болды. Каша секілді, өте сұйық та емес, өте қою да емес, осындай қоспа пайда болды. Осы қоспаны қолымызға жағатын боламыз. Мінекей қолымызды, маскамызды жағып 20 минутқа, 15-20 минутқа қалдырдық. Пакетке орап, жылы ұстап, 20 минутқа қалдырдық. Соны ашатын боламыз. Ішінде жұмсарып, майлы тері болып тұрады. Егерде майлы тері десеңіз, артынан сабындап жусаңыз болады. Мінекей мен қолдарымды жуып сабындап алдым, өйткені мен ары қарайда жұмыс істеуім керек. Сондықтан мен сабындап майды кетіріп алдым. Мінекей сізді байқасаңыздар, майда ұсақ түйек дақтары кетті. Егерде видео ұнаған болса, осы видеоның сипаттамасында бас бармақтың суретін жоғары қарай басыңыз. Егерде видео ұнамаған болса, осы видеоның сипаттамасында бас бармақтың суретін төмен қарай басыңыз. Егерде мені мақтап, немесе жаңа темалар осы видеоға айтқыңыз келсе, осы видеоның сипаттамасындағы астындағы комментарий қалдыруды да ұмытпаңыз. Егерде менің каналымдағы видеоларды жіберіп алмай көргіңіз келсе, осы видеоның сипаттамасында қоңырау белгісінің суретін бассаңыз, менің келесі видеомда жіберіп алмай жаңа видеоларымды көретін боласыз.